Армысыздар, Асарқа ұжымы елі мен жерін қорғайтын ерлерімізді төл мерекесімен құттықтайды. Жерін қорғайтын ері бар елдің жері де жомарттығынан жаңылмас. Сонымен бүгін көретіндеріңіз. Біріккен күш бірегей табысқа жетелейді. Не сепсең, соны жейсің. Тыңайтқыштар мен пестицидтер нарығына шолу. Шаруалар тәжірибе алмасуда. Жылыжай кешендерінің мультипликативті әсері. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагроқаржы ұлттық компаниясы. Фермер өркендесе, ел гүлденеді. Не ексең, соны орасың. Қазагроқаржы 15 жылдан бері аграрлы сектордың жауапты кезеңі. Көктемгі егіс науқанын қаржыландырып келеді. Біз көрсеткен қолдаудың арқасында отандық фермерлер мыңдаған егіс кешендерін, тракторлар мен өзге де қажетті техникалар сатып алды. Қазагроқаржы әр қазақстандыққа қамқор. Аграрлық сала экономиканың жаңа драйверіне айналуы тиіс. Ол үшін елдегі агроөнеркәсіп өндірістік деңгейдегі жүйеге айналуы қажет. Үкіметтің алдына 5 жыл ішінде елдегі 500 мыңнан астам ұсақ шаруашылық пен үй қожалықтарын кооперативке біріктіру міндеті қойылды. Кооперацияның шаруаларға ұсынатын мүмкіндіктері жайлы министрлік өкілдерімен және бұл салада тәжірибе жинақтаған шаруалармен әңгімелескен әріптесім Дархан Кәрімге сөз кезегін беремін. Әлемдік тәжірибеде ауыл шаруашылық кооперативтерінің үлес салмағы көп елдерде дәуір. Қалыптасқан бұл тәжірибені негізге ала отырып, ауыл шаруашылық кооперациясын дамыту ісі елімізде де қолға алынды. Шағын шаруашылықтарды біріктірген шара халықты жұмыспен қамту түйткілдерін шешуді көздейді. Қазақстанда бұл мәселе ауылдық жерлерде өте өзекті, себебі халықтың 60%-ға жуығы ауылда тұрады. Қазір ауылда тұратын жан жеке қосалқы шаруашылықпен айналысады. Алақанда жеріне егін егеді, азын-аулақ малын бағады, бау-бақша салады. Сондай өңірдің бірі Алматы облысының Кербұлақ ауданы. Мұнда өткен жылы 65 мың тонна астық жиналған. Ресми тіркелген 2,5 мың қожалықтың дені жүгері егіп, мал өсіреді. Бұлардың әр қайсының өзінде өзінің меншігінде бұрыннан малы болған, техникасы да болған көпшілігінің. Бұл жерде өздеріне пайда табу. Өзінің малы тұрады, ол өсіп өне береді. Ал мынадан қосымша тағы пайда табу. Ол бір жылдың ішінде 100 күн байлайтын, өзінің кондициясына малды жеткізетін болса, сүрез айналдырып жіберуге болады қаражатты. Сонда бұлар таза пайдаға кенеледі. Шаруаларды бірінші кезекте мал өткізетін жердің жоқтығы қинайды. Ауылда баға төмен, ал қалаға жалғыз жарым бұқа тасыған тиімсіз. Сол себепті былтыр фермерлер ауыл шаруашылық кооперациясына біріккен. Майтөбе ет деп аталатын кооперативке шағын қосалқы шаруашылықтар мен ет өндірісімен айналысатын мал сою бекетенді. Бордақылаған малдарын маған өткізу керек, ел сандалмау керек. Тек қана олардың мақсаты жем-шөбін дайындап, мал бордақылап, ар жағындағы етті өңдеу жағы осы Ақбұлақ Сарыөзек ет өңдеу комбинатында өңделіп, ары қарай біз оны реализовать етуіміз керек. Сондай мақсатта береке бағдарламасыменен жаңа айтып өттім, жаңағы Қарашоқының 29 мүшесі жаңағындай қаражат алып, қазіргі таңға әр қайсыны екіден есептесек 58-60 адамға жуық өздерін асырау мақсатында сондай үлкен тірлік жасап жатыр. Кооперация құрамында шамамен 60 адам бар. Ұжымның заңдық рәсімдеуі біткен соң, фермерлер мемлекеттен қолдау тапты. Оларға бизнес жоспар құрастыруға, кепілдіктерін реттеп жылына 6% үстемемен жалпы сомасы 61,5 миллион теңгені құрайтын несие алуға көмектескен. Сол ақшаға бірлестік 350 бас құнажын мен жем-шөп сатып алды. Бұрын сондай тез арада көмек жасау деген ол кішкене арман болатын. Қазіргі соны өзіміз соны көріп, 1 январдан бастап жаңағы өндіріс кооператив мүшелері малдарын алып, жем-шөбін сатып алып, қазір таңға маған 350 басты өткізеді. Жыл басынан бері өндірістік кооператив мүшелері бұқа байлап келеді. Көп ұзамай бордақыдағы мал союға жөнелтіледі.
Әрі мал басы да біршама өскен. Қазір кооперативте 5-6 мың бас сиыр бар. Бабына келіп әбден семірген сол бұқаларды былтырдан бері Кербұлақ ауданына емес, Алматыға апарып сату дәстүрге айналды. Ешқандай бас ауырмайды, қаяқ өткіземін деп. Маған айтады, мен барамдағы мәшинені жіберем дағы, етін алдырам, ары қарай уже как якорный звено, ары қарай мен өзім ары қарай алып кетемін. Жақсы бағаменен, Алматыда қандай жақсы баға беріп отыр, сол бағаменен біз. Оған қазір елдер өте риза. Кіреміз дегендердің қазір саны жыртып айырылып жатыр. 15-20 адамдай тағы да дополнительно кіреміз деп жатыр. Кооператив төрағасы Басыл Ақбасовтың айтуынша, енді алдағы уақытта ет өнімдерін өндіретін өндіріс пен мал азығын дайындайтын цехты іске қоспақ. Әзірге бұған қаражат жетіспейді. Бірақ жоспардағы дүниенің көп ұзамай жүзеге асатынына сенімді. Себебі кооперативте әрі қарай дамудың, жетістікке жетудің нақты стратегиясы мен тактикасы бар. Әрине, бұл жоспар түзеліп, сан мәрте күзеліп, талқыға түсер анық. Алайда бір жайттың басы ашық. Біріккен күш бірегей табысқа жеткізеді. Әрі бір үші отбасылық бизнес жатқан бұл кәсіп анағұрлым өміршең. Пестицидтер мен гербицидтердің жерге тигізер зияны туралы қанша айтсақ та, оларсыз ауыл шаруашылығында жақсы өнім алу тағы мүмкін емес. Оның үстіне Қазақстанда химиялық тыңайтқыш дәрілерді қолдану жағы онсыз да төмен. Және мамандар бәрін шеттен заңсыз жолмен келетін қайда және неден жасалғаны белгісіз топырақ қабатынан бөлек адам денсаулығына аса қауіп төндіретін пестицидтер бүлдіріп отыр дейді. Бүгінде ауыл шаруашылығында химиялық қоспаларсыз өнім өндіру мүмкін болмай қалды. Себебі 100-ге жуық түрлі ауру мен арам шөптің 300-ден астам түрі егіс алқаптарына зиян келтіреді. Осыдан бұлар әлемдегі пестицид нарығы 57 миллиард долларға жетті. Осы соманың негізгі бөлігі арам шөппен күресетін гербицидке тиесілі. Екінші орында жәндік зиянкестеріне қарсы қолданылатын инсектицид. Үшінші орында өсімдіктердің түрлі ауруларына қарсы қолданатын фунгицид тұр. Осы өсімдіктерді өсіру кезінде мынау барлық ауыл шаруашылық дақылдарының аурулары, зиянкестері, арам шөптері болады. Олардың барлығын жиынтығы айналып келгенде мынау әлемдік ФАО ұйымының дәлелдегеніндей өнімді 35%-ға дейін жоқ қылатындығы дәлелденген. Егер зиянкестер немесе аурулар күрт дамып, олардың саны артқан жағдайда 100%-ға дейін жоқ қылады. Яғни ол қандай сорт болмасын, қандай будан болмасын, осы зиянды организмдерден егер біз дұрыс қорғай білмесек, біз өнімімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Әзірге әлем фермерлері химиялық препараттан бас тарта алмайды, себебі зиянкестерден келетін шығын еселеніп кетеді. Осындай қиыншылықтан сақтану үшін зиянкестер мен арам шөпке қолданылатын инсектицид пен фунгицидтің биологиялық баламасы бар. Ал гербицидтің орнын алмастыратын дәрі-дәрмек қазірге жоқ. Ал арам шөппен механикалық жолмен күресу тым қымбатқа түсіп отыр. Бір айта кететіні, пестицидке шығатын шығынға қарағанда осы арам шөппен күресетін жұмыскерлерге төленетін еңбек ақыға көп қаражат кетеді. Ал егер күреспесең, шығынға ұшырайсың. Шаруалар амалсыз химиялық күреске жүгінеді. Басты мәселенің бірі елге келетін импорттық өнімнің арасында контрабандалық жолмен келетін пестицидтер жеткілікті. Олардың ешқандай таңбасы, қолдану нұсқаулығы жоқ. Мұндай жағдайда шаруалар топырақ пен өнімін химикатпен улап алуы мүмкін. Себебі шыққан жері белгісіз пестицидтер адам денсаулығына зиян келтіретін ластағыштардан бөлек, ұзақ жылдар топырақта сақталатын, жер қыртысын ауыл шаруашылығына жарамсыз ететін улы химикаттардан тұруы мүмкін. Белгілі бір микроорганизмдер өліп қалады. Өсімдіктер әлемі бұзылады. Топырақтың құнарын төмендетіп аламыз. Бүгінгі таңда әлемнің көптеген елдер, оның ішінде Қазақстанда құрамында тұрақты органикалық ластағыштары бар пестицидтерді өндіруді тоқтататын арнайы халықаралық конвенцияны ратификациялады. Мамандар бұл шараны жеткіліксіз санайды. Бірінші кезекте фермерлер жерге жанашырлықпен, елге жауапкершілікпен қарауды үйренуі керек.
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер арасында жүйелі түрде түрлі тренинг өткізіп отыру керек. Бірі енді ғана жер сатып алып, жаңадан кәсіп ашып жатса, енді бірі тәжірибесі бар агроном болуы мүмкін. Олар бір-бірімен тәжірибе алмасып, білген ақпараттарын бөліседі. Сонда жермен жұмыс істеудің тәсілдерін меңгереді. Өндірген өнімдерін салыстырып көреді. Алайда дүкен сөрелеріндегі көкөністер мен жемістердің сыртқы түріне қарап, оның қалай өсірілгенін анықтау мүмкін емес. Сондықтан өнімді сатып аларда сатушыдан оның кім қайда қалай өсіргенін сұрау артықтық етпейді. Мамандар кез келген өнімді тұтынудың алдында оны жақсылап өңдеу ұсынады. Сондай-ақ пестицидті өндіруші де, импорттаушы да, фермер де, тұтынушылар да жауапты болуы керек деп санайды. Сонда ғана қауіпті тұрақты органикалық ластағыштарды қолданудың мәселесі шешіледі. Тұтынушы да өзін қауіпті өнімдерден қорғай алады. Соңғы жылдары көкөніс нарығындағы өлара кезең мен жаздың жылы мезгіліндегі баға айырмашылығы қысқарып келеді. Бұл бірінші кезекте Қазагроқаржы ұлттық лизинг операторының қаржылай қолдауымен салынған ең жаңа технологиямен жарақтанған жылыжай кешендерінің арқасында мүмкін болып отыр. Астанадағы сондай өнеркәсіптік деңгейдегі жылыжай жыл сайын өнім көлемін арттырып, бас қаланың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосуда. Астана қаласында қоныс тепкен Астана экостандарт жылыжай кешені 2012 жылы бой көтерген. Қазір мұндағы 3 гектар алқаптың 1,5 гектарында қызанақ, қалған жартысында қияр өсіп тұр. 6 жыл бұрын жылыжай иелері бизнес жоспарларын жүзеге асыру үшін Қазагро ұлттық холдингінің еншілес компаниясы Қазагроқаржыға жүгінген. Инвестициялық жобаларды қолдау бағдарламасының аясында құны 1,5 миллиард теңге болған жобаның 70% қаржысын ұлттық қаржы операторы несие және техника лизингісі түрінде берген. Лизинг, оборудование. Жылына небәрі 6% бен несие, тиімді шартпен лизингке техника алу бұл шын мәнінде бизнес үшін керемет қолайлы жағдай. Мы работаем под такими условиями. Бүгінде жылыжай жылына 1000 тонна өнім жинайды. Әр шаршы метрден 40-50 келіге дейін көкөніс тереді. Жылыжайда қолданылатын израильдік технологияның әлеуеті шаршы метрінен алынатын өнім көлемін 2 есеге ұлғайтуға мүмкіндік береді. Аумағы шағын болғанымен бұл жылыжайдың Астана қаласы үшін маңызы зор. Өндіріс орны Астананың азық-түлік белдеуінің тізімінде. Сондықтан бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен мемлекет кәсіпкерлерге барлық қажетті сыртқы инфрақұрылымдарды салып берген. Так как мы направлены на продовольственный пояс вокруг Астаны, когда уже... Біз Астананың азық-түлік белдеуінің қатарына кіретіндіктен жыл 12 ай дерлік көкөніс өсіреміз. Тек жаз мезгілінде қалаға арзан көкөніс көптеп жеткізіле бастаған кезде бір айға санитарлық тазалыққа тоқтаймыз. Провести санитарную обработку. Астана экостандарт жылыжай кешенінің өнімдері дәмділігімен және экологиялық тазалығымен ерекшеленеді. Өйткені балғын көкөністерді өсіруде ең жаңа озық технологиялар қолданылады және өнімнің қауіпсіздігіне ерекше мән беріледі. Мы не применяем никакой химии. Мы выращиваем. Біз ешқандай химиямен жұмыс істемейміз. Көкөністерге экологиялық жағынан таза, минералды тыңайтқыштар ғана беріледі. Өсімдікті биологиялық қорғау әдісін қолданамыз. Растет естественным образом. Қазагроқаржының қолдауымен бой көтерген жылыжай қазір агробизнестің қыр-сырын үйрететін алаңға да айналып үлгерген. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының арнайы жобасының аясында жылыжай иелері Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы аграрлық университетпен бірігіп, былтыр оқу орталығын ашқан. Айына 2 мәрте семинарлар өткіземіз. Мұнда теориялық білімін тәжірибемен ұштастырғысы келетін студенттерден бөлек, жылыжай бизнесінің қыр-сырына қаныққысы келген кәсіпкерлер де келеді. Біз тәжірибемізбен бөлісіп, жіберген қателіктерімізді көрсетеміз. Бизнестің бұл түрі елімізде кенжелеп қалғандықтан, оның дамуына көмектескіміз келеді. Өз кезегінде Қазагроқаржы ұлттық компаниясы жылыжай бизнесмен айналысқысы келгендерді қолтықтан демеп
қаржылай қолдау көрсетуге әзір. За 2016 год 2016 жылы 41 жоба жүзеге асып, оның ақшасы 21,9 миллиард теңге болды. Бірінші кезекте тамшылатып суғару, жылыжайлар, интенсивті бақтар, тауарлы сүт фермасы секілді жобаларға қолдау көрсеттік. Жалпы Қазагроқаржы ел бойынша жылыжайлардың тұтас желісін құруды көздейді. Өнімінің 90%-ын Астананың сауда орындарына жөнелтетін жылыжай кешені биыл жылыжай аумағын кеңейтіп, өнім көлемін көбейтіп, әрі салат жапырақтарын егіп, өнім түрін әр алуан етуді көздеп отыр. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданындағы фермерлер қауымдастығы бірнеше жылдан бері арнайы жоба аясында шаруаларға жаңа технологияларды таныстыруда. Агробизнес орталығы жұмысының алғашқы нәтижелері де толымды. Шелектік шаруалардың тәжірибе алмасу үдерісімен танысып қайтқан тілшіміз баяндайды. Қандай бизнес түрі болсын, білім алу, дәріс алу, сабақ оқу тәжірибеден өтуден басталады. Керекті салаға байланысты тәжірибе жинап, мамандардан кеңес сұраған артық етпейді. Бұл ауыл шаруашылығы саласына да қатысты. Себебі ғаламтордан қарап бақ салу немесе көкөніс егу сіз күткен нәтиже бермеуі мүмкін. Алайда ауылды жерге жаңа ақпарат тез жете бермейді. Кейде қалаға баруға қол тимейді, немесе жақсы өнімді таңдау қиынға соғады. Сондықтан ауылдың адамдары өздеріне таныс ескі әдіспен жұмыс істейді. 2013 жылдан бері Алматы облысы Шелек ауылында ісін бастап, шаруаларға көмек көрсетіп, қамқор болып жүрген агробизнес орталығы жақында науқан алдында фермерлерге арнайы жәрмеңке ұйымдастырған. Фермерлердің қажеттіліктерін ертеректен өздеріне тұқым бойынша, тыңайтқыштар бойынша, жаңағы қорғау препараттары бойынша бүгін олар мәлімет ала отыра, өздеріне керектілерін өз көздерімен көріп, әртүрлі фирмалардың арасынан таңдау жасау мүмкіндігін беру. Жаңалықтардан хабардар болу үшін агробизнес орталыққа ағылған диқандар талай нәрсені біліп қайттық дейді. Көп пайдасын тигізеді. Біз осы жерде мен өзім 4-5-6 жыл болып қалды. Осы жерде ұйымдасып жаңағы бізге керекті мәліметтер аламыз, жаңағы тәжірибе алмаса да осы жерде сондай өте пайдасы көп. Бүгін бірталай жерінің ана жаңағы байланыс нөмірлерін алдық. Оның көй жаңағы кез келген тыңайтқыштардан сатып алды қанша-мұнша. Енді сондай пайдалары бар екен. Өздерінің жаңашылдықтарымен фермерлермен бөлісуге Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мамандары да келді. Жаңадан шыққан көкөніс сұрыптарын былай қойғанда, аты шулы тоқтар сияқты картоп түрін микротүйнектен картоп өсіруге болатындығын фермерлер әлі білмейтін болып шықты. Сондықтан өнімділігі жоғары отандық өнімді өсіруге үгіттеуге келген ғалымдар да құр қол қайтпады. Көкөніс дақылдарының тұқымдарын, картоптың тұқымдарын және де оның тірі органикалық өнімдерін алып келдік, шаруашылықтарға түсіндірдік, және көптеген шаруашылықтар осы тікелей бізден сондай тұқымдарды, оқулықтарды сатып алды. Фермерлер жәрмеңкесіне келген түрлі компаниялар өз өнімдерін жарнамалаудан бөлек әр фермердің егіс жеріне жарамды, әр өнім түрлеріне бағытталған әлемдегі ең соңғы технологиялармен таныстыруға тырысты. Жалпы сауатты түрде жүргізілген шаруашылықтың машақаты аз, ал өнімділігі жоғары болады. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагроқаржы ұлттық компаниясы. Фермер өркендесе, ел гүлденеді. Не ексең, соны орасың. Қазагроқаржы 15 жылдан бері аграрлы сектордың жауапты кезеңі, көктемгі егіс науқанын қаржыландырып келеді. Біз көрсеткен қолдаудың арқасында отандық фермерлер мыңдаған егіс кешендерін, тракторлар мен өзге де қажетті техникалар сатып алды. Қазагроқаржы әр қазақстандыққа қамқор. Көңілде кірбің болмаса, ішкен асыңызда бойыңызға сіңеді. Асар қауіпсіздерге азық-түлік саласы туралы сіңімді әрі пайдалы ақпарат берді деп үміттенеміз. Келесі аптада жақсы жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.